Сникерс рулетін дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды миксермен араластырып, үстіне біртіндеп секерімізді сала отырып, жақсылап 2 есе көпіргенше араластырамыз. Үстіне сұйық май құямыз. Тағда араластырып аламыз да, содан соң ұн, какао қопсытқышты осылай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Енді дайын бисквитімізді противенге пергамент қағазын төсеп, құйып шығамыз тегістеп бетін. 180 градуста 8-10 минут шамасында пісіріп аламыз. Бисквитіміз піскеннен кейін әбден суығанша осылай пергамент қағазына орап тастаймыз. Енді кремін дайындаймыз. Секер ұнтағы, творожный сыр және сливкиді араластырып алып, кремін дайындаймыз. Креміміз дайын. Енді суыған бисквиттің үстіне кремімізді жағып шығамыз. Содан соң үстіне вареный сгущенкадан тағы да жағып шығамыз. Кремді тегістеп жағып болғаннан кейін вареный сгущенканы жақтық. Содан соң арахисімізді салып шығамыз үстіне. Енді бисквитімізді ораймыз рулетімізді. Содан соң 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді 2-3 сағаттан кейін ганашымызды дайындап, үстіне арахисті салып, осылай рулетіміздің үстіне құйып шығамыз. Рулеттің үстіне құйғаннан кейін 1 сағаттай тоңазытқышқа салып қоямыз. Осымен рулетіміз дайын, өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!